Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Бүгін сіздерге Балерина фильмін қысқаша баяндайтын боламын. Бұзақылар дүкендегі сатушыны адам құрлы көрмей, қалағандарын жеп жүреді. Бірінші төлеу керек деген сатушыны бір-ақ ұрып, кассаны тонамақ болады. Осы кезде дүкенде сауда жасап жүрген Окджу өзінің керек затын алып сатушыға келіп, мені жіберіп жіберіңізші дейді. Қолындағы ақшасын беріп, сол кезде сатушыға «Сдача табыла ма?» деген кезде қорқып отқан сатушы «Сдача ма?» деп қалтырап отқан кезде «Жарайды онда, мен мына жерден ала берейін» деп тонаушылардың сөмкесінен өзіне керекті ақшаны алып атады. Оған ашуланған тонаушылар «Ей, сен істеп тұрсың» деп қыздың мойнына пышақ тақайды. Осы жерде Окджу өзіне пышақпен жүгірген тонаушылардың шаруаларын шешіп, қалпақтарын қайырып тастайды, барлығын жайратып жеңіп тастайды. Ал мына жерде Минхи деген балерина қыз сахнада қорқып, қобалжып, дұрыс өнер көрсете алмай қалады. Ұйықтап жатқан Окджуға құрбысы балерина Минхи хабарласып, дәл қазір қолың бос болса, менің үйіме келші деп өтінеді. Окджу жарайды, барайын деп дүкенге соғып ішімдіктерін алып құрбысының үйіне барады. Есігін қағат, әрі қағат, бірақ құрбысы есігін ашпайды. Осы кезде Окджу есіктің құпия сөзін білетін. Окджу үйге кірсе құрбысын таба алмайды. Оның орнына әдемілеп байланған қорапты табады. Қорапты ашып қараса, құрбысына хат тастап кетті. «Өтінем, мен үшін кек алшы, сенің қолыңнан келеді» деп шеф Чве деген адамның атын жазып тастап кетіпті. Құрбысына қоңырау шалып, телефонын жуынатын бөлмеден табады және бұл жерден өзінің құрбысының өлі денесін табады. Окджу құрбысымен тәттілер дүкенде танысады. «Минхи, мен балеринамын, ал сен кім болып жұмыс жасайсың?» деген кезде «Мен оққағармын» деп айтқан болатын. Окджу үйіне келіп интернет желісінен шеф Чвені іздей бастайды. Осы кезде құрбысының телефонына бейтаныс жігіт хабарласып, қоқаң-лоқы көрсете бастайды. «Ертең кешке мостының астына келетін бол» деп айтады. Окджу ертесіне мостың астына барып, сыртынан бақылап отырады. Сол кезде бір көлікпен жігіт келіп, бейтаныс адамдарға бір пакетті беріп жатқанын көреді. Ол пакеттің ішінде, суши тағамның ішінде наркотик жасырылғанын біледі. Окджу әлгі көліктің артынан аңдып отырып, жігіттің қайда тұратын мекен-жайын біліп алады. Осы жерде жігіттің өзінің денесіне, яғни денсаулығына жақсы көңіл бөлетін, спортпен айналысатынын байқаймыз. Жігіттің үйден кеткенін аңдып отырған Окджу жігіттің үйіне келіп, өзінің ашатын құралдарымен есігін ашып кіреді де, үйдің ішінде барлық жерге тыңдау құрылғыларын орнатып тастайды. Үйді тексеріп жүріп, шкафтың есігін ашса, қамшының түр-түрі, қол кісен, мойын кісен, бетперденің түр-түрі, неше түрлі заттарды көріп таң қалады. Тағы бір сөрені ашып қалса, биік өкшелі қыз, медсестра қыз, оқушы қыз деген жазуы бар флешкаларды көреді. Соның ішінде балерина деген флешканы алып, өзінің құрбысы екенін бірден ашып қараса, құрбысының ұйықтатып қойып, интимді видеоға түсіргенін көріп ашуланады. Құрбысын осындай масқарамен бопсалап қорқытып, өлімге итермелегенін білген Окджу қалайда кек аламын деп бекінеді. Тыңдау құрылғысы арқылы жігітті тыңдап, оның қайда болатынын біліп, Окджу киініп, ол да сол жерге барады. Қыз жігіттің назарын аудартып, бірден көзіне түседі. Жігіт қызбен танысып, оны оңаша жерге шақырады. Сөйтіп жігіт қызды қаладан оқшауланған қонақ үйге алып келіп, қызға ұйықтататын дәрі беріп, ұйықтатып, өзінің жұмысына кіріседі. Бетіне былғарып, бетпердесін киіп, қолына камерасын алып, қызға жақындай бастайды. Осы кезде көпшіктің астына тығып жатқан пышағын Окджу жігітке соғып қалады. Бірақ та жігіт пышақты қолымен тосып алады. Әрі қарай қыз бен жігіттің арасында үлкен шайқас болады. Қыз жігітті бірнеше жерінен пышақпен жаралайды. Екеуі де күшті күрес қояды екен, бір-біріне алдырмай, бір-біріне жеңілмей жатқан кезде қыз пышақпен жігіттің бетінен қойып қалады. Жігіттің сұлу бетін ұсқынсыз етеді. Осы кезде қонақ үй қызметшісі мылтығымен Окджуға оқ жаудыра бастайды. Окджу қашып шығып дәлізге шықса, алдынан тағы да бір жігіт тоғарасымен Окджуға қарай жүгіре бастайды. Осы кезде келесі бір есікті ашып қалып, әлгі кісі өз аяғын өзі кесіп алады да, оқушы қыз бен Окджу екеуі бірге қонақ үйден жігіттің Lamborghini машинасын алып қашып кетеді. Ауруханада жатқан жігітке басшысы және толған бандиттер тола келіп, қыздан таяқ жегенің бекер болды деп, және де 3 күннің ішінде менің алдыма қызды алып келетін бол деп бастығы бұйырады. Оқушы қыз Окджуға өз сияқты қыздардың көп екен және оларды құл деп айтатының, олардың айтқанын орындамаса, видеоларыңды таратып жіберемін, таныстарыңа, тумаларыңа деп қорқытатынын айтады. Жігіт өзінің фармацевт досына келіп, қызды өлтіруге көмектесуін сұрайды.
егер де өлтірсең $100 миллион беремін деп айтады. Окчу өзінің бұрынғы оққағар болып жұмыс істеген кездегі әріптесіне келіп, өзінен қару алатын жерді тауып беруін сұрайды. Окчу қару сататын ақсақал мен әжейден өзіне керекті қаруларды таңдай бастайды. Қарулары өте ескі екен. Сізде бұдан басқа қару жоқ па деп тұрған кезде, араларды өлтіретін қару бар деп әже өзінің қаруын көрсетеді. Окчу үйіне келгеннен кейін алған қаруларын жақсылап сүртіп тазалап қояды да дүкенге анау-мынау алуға шығып кетеді. Дүкеннен келгеннен кейін үйіне келсе, оқушы қызды таба алмайды. Дауыстап іздеп шақырса да қыз шықпайды, бірақ оның орнына жатын бөлмеден Шефчве мен оның досы келіп қызға бас салады. Қыз олардан терезеден қашып құтылады. Ертесіне жігіт бастығына барып қыздың шаруасын шештім. Мен оны тауға алып барып көміп тастадым деп өтірік айта салады. Оңбаған жігіт қызды қорқытып қинай бастайды. Ал Окчу болса, баста барған қонақ үйге барып, қызметшілерін қорқытып, жігіттің қайда болатынын біліп, артынан өлтіріп кетеді. Жігіттің мекен жайын алған Окчу жігітке келе жатып, жолында кездескен лифтідегі 3 бандитті жайратып салады. Әрі қарай Окчу барлық бандиттердің жиналған ортасына келіп, кішкентай бойлы оқушы қызды көргендерің бар ма? Сұрақ қоймай маған қайда екенін айтсаңдар, мен сендерге тимей жай ғана кетіп қаламын дейді. Ал осы кезде бастығы оған көнбей сұрақ қойған кезде бастығының миын шашып бірақ өлтіреді. Осы кезде Окчудың тапаншасы жұмыс істемей қалады. Ал қалған бандиттер оған бас салып, тарба салып төбелесуге айналған кезде олар Окчудың жасырын тағы екінші тапаншасы бар екенін білген жоқ. Сол тапаншасымен барлық бандиттерді бірінен соң бірін өлтіріп шығады. Окчудың алдынан көлік жүргізіп келе жатқан фармацевт жігіт кездеседі. Көлігінің артында денесінің сау тамтығы қалмаған, аяқ-қолы байланған оқушы қызды көрген Окчу қолы дірілдеп ашумен енді фармацевт жігітті ата берейін деген кезде жанынан келіп Шефчве қыздың иығынан атып жаралайды. Аман қалғанына қуанған фармацевт жігіт $100 миллионды дайындай бер, қызды мен өлтіремін дей берген кезде артынан Шефчве миын бір шашып, мә саған $100 миллион, қаяқтағы ақшаны айтып тұрсын дейді. Осы кезде Окчу жігітті бір емес 2 рет оқ жаудырып жаралап, көлігіне салып, оқушы қыз екеуі айдалаға су жағасына алып келеді. Қарғыс атқыр, сен кімсің өзі? Менен саған не керек деп жігіт сұраған кезде, қыз оған мен балеринамын деп жауап береді. Осы кезде жігіт жалынып жалбарынып өзінің аман алып қалуын сұрайды. Бірақ қыздың көнбейтінін білгеннен кейін, әлгі семіз қыз балерина ма, мен оған істегенімді білесің бе? Егер де сен мені өлтірсең, мен тозақта да ол қызбен білгенімді істеймін деп қызды мазақ қылған кезде, қолыңнан келсе істеп көр, мен сені тозақтан да тауып аламын деп аралар өлтіретін құралмен жігітті жандырып жібереді. Жігіттің блокнотынан көріп, заң бұзған адамдарды ұстауға қыз жол тартты. Сіздерге фильм ұнаған болса, каналымды қолдап тіркеліп кетіңіздер.